тыныш. Шал, тыныш. Сабыр. Тоқта! Кейін. Сабыр, шал. Тыныш па жігіттер? Тыныш. Сабыр. Біз басқа мәселемен жүрміз. Құпия болмаса не мәселе? Мүмкін менің көмегім тиіп қалатын шығар. Ақсақал, адасып жүрген бейтаныс қыз көрмедіңіз бе? Бұл орманнан аң қуған жігіттерді көрдім. Бірақ қыз деген жігіттерді бірінші рет көріп тұрмын. Ей, шал, басты кетірмей дұрысыңды айт. Көрдің ба, көрген жоқсың ба? Мен саған айтып тұрмын, көрген жоқпын деп. Жарайды, шал. Сенің сөзіңе сенейік. Бірақ есінде болсын. Егер де осының бәрі өтірік болатын болса, менен жақсылық күтпе. Қас қараймай тұрған тауып алайық. Сен оңға, сен солға. Мен былай қарай. Қызым, шыға бер. Шайлап отыр бауырым. Рахмет. Көптен бері көрген жоқпыз. Қайда жүріп жатсың? Көрінбей кеттің ғой. Ой, азеке жүріп қой. Компаниямыз ба? Қой, айта көрмесін. Балам болмағанда әлі жүретін де сол жерде. Балаң ақылды екен. Айтпа. Дана болу өссін. Құнанбай айтыпты ғой Абайға. Сен Құнанбай болу үшін Абайде бала туғызып ал біріншіден. О, Сол сияқты болайын тұр ғой. өте орынды. Шайдан ал. Рахмет. Қорықпа қызым. Шайың ішіп отыр, бұл жер қауіпсіз. Рахмет ата. Манағы жігіттер кім? Олар менің ағаларым ата. Мен барлығын жерге қараттым. Неге? Мен жігітімнен жүкті болып қалдым ата. Енді соны әкем барлығы естіп, ішімдегі сәбиімді өлтірмекші. Сол үшін қашып кеттім. Әлгі жігітің оны біле ме? Жоқ ата, білмейді. 3-4 ай болып сөйлеспей келем. Ол жігіттің телефоны бар ма сенде? Телефоны бар, бірақ қашып келе жазып телефонды түсіріп алдым. Қалай байланыстарымды біле алмайды. Бұл жерде сейтті ұстамайтын шығар. Байын. Жігітіңе соғып жібер. Рахмет ата. Сізбен бір ақылдысың шаруалар бар еді. Не шаруа? Өзің білесің ғой. Кәсіп бастайын ба деген ой бар. Бәрекелді, құптайым. Рахмет. Не кәсіп? Енді ол жағы құпия болып отырсын. Бір тендерге түсіп жатырмын, бұйыртса. Жарайсың. Болса да сізден бір көмек керек. Құпия болмаса айт. Қазір. Алло. Алло, Асқар. Кім екен? Мен ғой Ару. Сәлем Ару, қалайсың? Асқар, сенің маған көмегің қажет. Сабыр етші, не жағдайың, тыныштық па? Асқар, менің сенен аяғым ауыр. Не? Түк түсінсем бұйырмасын, қайдағы жүктілік? Енді менің өміріме қауіп төніп тұр. Тездетіп келші, сенің көмегің қажет. Сабыр сақташы. Асқармысың? Кімсің сені? Иттің баласы, аруға қол ұшын тимесін. Сабыр балам. Ару менің қасымда, қауіпсіз жерде. Қолыңмен істегеніңді мойныңмен көтер. Ертең таңертең, ертеменен тездеп Аруға жетуің керек. Жарайды, бұйырса барам, маған мекен жайды айт. Түсінікті. Не болды, Асеке, тыныштық па? Басым қатып кетті. Не болды? Тыныштық па? Есіңде ме, карттан шығып, дәл осы жерге келдік қой.
сонда бір қызбен таныстың ғой мен. Ана карттан шыққан кездегі отыратында. Досым, бүгін жақсы ойын бол. Айтпа, Азамат жігіттер екен, а? саған парт берем. Әкел болды. Азаматсың міне, мужиксің ғой әсір. Кел дос, сол шалық. Ол шыға берсін. Мана қыздарды қараш, Мүслім. Қыздарды қараш деймін. Көздері боталай екен. Азаматы. Мүслім, мен ана қызбен билеп қайтайын. Söz yok. Давай досым, жол болсын. Бас. Татуаж қап-қара қас, биді айырады мына қарындас. Билегенін көрген сайын кетеді бас. Жігіттер қарап алған аз-маз, біреулер тойып алған ұлдаймас. Енді келе жатыр мана берген заказ. Сонымен әңгіменің тұқы тері, есі кетіп қараптары қазағымның жігіттері. Билейді биді айырып, кірпікті жоғарғы қайырып, фигурасы оның 90-90. 90-90. Кім еді? Аты кім еді оның? Ару, О, иә, сол қыз ба? сол қыз менен жүкті болып қалыпты. Сенің қолың бос па? Бос, иә. Көлік бар ма? Көлік болғанда, мен көлігім бұзылып тұр. Ринаттың көлігін аларым. Ой болса не дұрыс, кеттік. Әке, қарындасымыз таппадық. Сонда не? Қарындастарың жердің астына кіріп кетті ма? Сендер менің балам бола тұра бір қызға әлдерің келмеді ме? Қайдан тапсаңдар, одан табыңдар. Және де ана жігіт сымақты менің алдыма келіңдер. Терісін тірідей сыпырам. Аға, сол шалда бір гәп бар. Иә, дұрыс айтасың. Ертең ол шалға тағы да бір барып қайту керек. Чука. Сәлем бердік апа. Амансың ба? Бісміллә. Тыныштық болғайда. Асқар? Балам, не болды? Апа, уайымдамаңызшы, бәрі жақсы. Жоқ, балам, саған бір нәрсе болды. Ана жүрегі бір нәрсені сезеді ғой. Не болды, балам, айтшы. Апа, кешірші мені. Кезінде ақымақтығымның кесірінен бір қызды жүкті қылып қойыппын. Не дейді? Қайдағы қыз? Сені кесің дұрыс басқар? Апа. Сен мені тірідей көрге тықтың ғой. Әкең болғанда ғой сазайыңды берер еді. Кешірші мені, апа. Бұл қателігімді жуып шаяйым, апа. Қайтып шаясың, ақымағым-ау? Сенің отбасың бар емес пе? Балаларың болса өсіп қалып. Апа, уайымдамаңызшы. Бәрі жақсы болады. Маған сеніңізші, апа.
Ақымағым-ау, сенің балаң бар емес пе? Отбасың бар емес пе? Отбасың ойран болады ғой. Не деймін келінге? Өзім келгесін түсіндірем анарға. Мен кетуім керек. Анашым, мен үшін өмірде дарасың. Қамқорым, ақылшым өзің ғой данасың. Үйреткен өмірдің ақ пен қарасын, жақсы мен жаман арасын, аяулы асыл анашым. Так. Апа? Ау, құлындарым, келдіңдер ме? Апа, бәрі тыныш па? Асқар келді ме? Апа, не болды, тыныш па? Көңіл күйі жоқ, апа. Әженің көңіл күйі жоқ сияқты. Алло, досым, қалайсың? Қайдасың? Келе жатырмын. Орталықтың осында. Мен Марриоттың қасындамын. Болды, қазір сол жерге барғасын хабарласам. Тезет. Апа, Қызым, қалайсың? жақсымын апа, бірақ Асқарды ойымда отырмын. Жеткесін хабарласамын деп еді, телефонда өшіп тұр. Бір нәрсе болып қалды ма деп ойымда отырмын. Енді тыныштығын берсін деп, ей Алла. Қызым, кешірші мені. Не болды апа? Адамнан жасырған мен Алладан жасыра алмаспын. Не болды апа? Асқардың қандай мәселемен кеткенін жасырғаным үшін кешірші мені, қызым. Апа, олай демеңізші, не болып жатыр, түсінбедім. Кеше кешкісін Асқарға бір қыз телефон соқты. Асқардан жүкті болып қалыпты. Не? Апа, не айтып тұрсыз? Жоқ, апа. Бұл мүмкін емес, апа. Асқар бұндай қадамға бармайды, апа. Кешір, қызым, мені кешір. Тыныш, 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 аспан жылап жатыр, тыңда, тыңда, тыңда. Жүрек батты мұңға. Тыныш, 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 өмір жатыр бізді сынап, сынап, сынап. Жүрегім бұл сынап, қалмай сүрініп құлап. Сені маған тәңірдің өзі сыйлаған. Сені маған тәңірдің өзі сыйлаған. Сені маған тәңірдің өзі сыйлаған. Сен жыласың, жүрегім бірге жылаған. Бір сәт өзіңді көрмесем жарығым, жүрегім менің кеудеме сыймаған. Сені маған тәңірдің өзі сыйлаған. Сен жыласың, жүрегім бірге жылаған. Бір сәт өзіңді көрмесем жарығым, жүрегім менің кеудеме сыймаған. Аяулым, сені сағындым, алтыным.
О, қалайсыңдар жігіттер? Іздеген қыздарыңызды таптыңыздар ма? Ей, шал, не тіліңмен жағыңа сүйеніп тұрсың? Қыз қайда? Жа, тоқта. Братер, ары осы айналада. Соны екеуің барып, тауып қойын. Я, шал, осы жасқа жеткенше өтірік айтуды әлі қоймағансың ба? Саған ескерттім ғой мен. Мені өтірік алдама деп. Тұр, шал, тұр. Я, шал. Не айтасың сонымен? Арудың қайда екенін айтасың ба? Әлде айтпайсың ба? Ару қайда? Таста аруыңды. Асқар деген сүмелек сен ба? Иә, Асқар деген мен. Кел бері. Басын кесіп алайын. Мен ғой. Я не болды? Аруды таптық екен. Бәрекелді, мен сендерге ризамын. Қалған сүмелектерді ұстап. Мекен-жайды айтыңдар, қайда баруымыз керек? Қазір барамыз. Кері қайт. Көтеріңдер мына сүмелекті. Шеш басты. Сендейлердің ауғанда терілерін тірідей сыпырған. Жоқтың ба? Отставить, Исмаилов. Исмаилов дейді? Капитан Жандарбеков? Капитан Жандарбеков, сен білсің? Жолдас капитан, мен сізбен бұлай келсем деп ойлаған жоқ едім. Сізді көргеніме ризамын. Сізді іздестірдім, жігіттерден сұрадым. Бәрінің айтқаны қоршауға түсті. Бүгін көргеніме ризамын капитан. 2 айдай госпитальда жатып, аман-есен елге оралып. Қазір осындамын. Есіңде ме?
қоршауда қалған мезгілде сен маған уәде беріп едің. Соның орындайтын сәті келді бүгін. Жігіттің екі сөйлегені өлгені дейді. Ендеше ана екі жасы босатып батаңды бер, Исмайылов жолдас. Айтылған сөз, атылған оқ дейді. Жолдас капитан. Бердім батамды. Азамат екеш. Қызым, қайда кетіп бара жатырсың? Қызым, сен Айжан қасында болып жарай ма? Апа, балдар сіздің қасыңызда болсын. Мен қазір келем. Тағдырдың легіменен қол создың ағарманға, замана лебіменен самайың ағарған ба. Сонымен балдар өсті, келіндер бар. Қақпаны ашсаңдар. Күйеу, қақпаны аш, жұмысыңды ұмытпа. Ана. Сәлем, Асқар. Анар, сен қайда жүрсің? Асқар, мен бәрін білемін. Асқар, бұл кім? Мен Асқардың әйелімін. Не деп тұрмын әйел? Рас па, Асқар? Қызым, не болды? Жайсыздық па, қызым? Бақытты бол, қызым. Сәлеметсіз бе, аға? Кім боласың, қызым? Мен Асқардың әйелі боламын, аға. Не дейді? Аға, қазақта айтады ғой. Алдыңа келсе, атаңның құнын кеш деп. Бізден бір қателік кетті. Біз айыптымыз. Бірақ сол айыбымыздың өтеуі болсын деп, Аруды Асқарға некелі жар етуге сырға салға келдім. Айналайын келінім. Дана екенсің. Көп әйелдің бара бермейтін ісіне барып, ерлік жасап тұрсың. Дана әйел емес пе, достым? Иә. Олай болса не тұрсыз? Үйге кіріп, шай ішейік. Анан дастархан жайды ма? Иә, дайын әке. Бүгінгі мына дастархан сенің құрметіңе, достым. Сені көргеніме ризамын. Рахмет, достым. Тамақтан ал. Сөзіңе риза болдым, айналайын. Сендей дана әйелі бар еркекке қызымды қорықпай берер едім. Достым, соңғы сөзіңізді айтыңыз.
Мен айтатынды айтқам, батамды бергем қызыма. Соңғы сөзді қызым өз айтсын. Әке. Тыныш. Отыр. Үлкендер тұрғанда саны жоқ. Мен тойдым. Ас болсын. Қызым, соңғы сөзіңді айт. Кешірші әке. Отағасы не болды? Жә. Артыңа қарама қызым, бақытты бол. Артымызда мәше түсті. Ағасы ғой. Ағам Хасан ғой. Бас, тоқтама. Бұрыс осы жерден. Бұрыс былай. Sık. Бауырым, сабырға кел. Ей, мен сенің бауырың емеспін. Тұрған жеріңнен жаныңды жақыннан қуаттандырам қазір. Аға. Ару, бұлай тұр! Аға, бұл менің өмірім, менің тағдырым, жалынамын. Бәріне кінәлі мен атыңызшы.